Таразда да бір ден дұрыс адам көрген жоқ мен осы уақытқа дейін бар ғой. Енді оған ешқандай жамандық істеген жоқпын. Қолымнан келгенімді, нанымды, төрімді бердім. Бірақ енді керемет маған андай не істеп кетті да, мен шок болдым ғой. Мен күткен жоқпын адам Дикодан ондай нәрсе. Және Диконың мен таныстырған адамдарым Дико соншалықты жаңағы мындай қылып алатын. Сен әлі психолог болмай тұрсың ғой просто. Масат, бірақ ол адамдар уже маған түсініп, өздерінің несін айтты. Айка тәте, кешіріңіз. Біз енді түсініп, мен енді көзім жетті. Тұрсын біраз, 1-2 ай тұрып көрсін. Сосын потом өздері шешеді. Ассалаумағалейкум, саламатсыздар ма? Айка, қалайсыз? Денсаулығың жақсы ма? Міне сенсің ба? Шүкір, жақсы. Сөйлеңіз. Ол анау жастарды ұйықтатып жатыр ғой, 10 жылсыз Қазақстанда ештеңке болмайды дейді. Тыныш отырыңдар дейді. Ол Әблязов ол билікке келіп алады да, одан кейін как диктатор болып сендердің бәріңді түрмеге қамайды дейді. Әблязов ол ұры дейді, ол билікке келіп алады дейді. Сендер оған ақша салып жатсыңдар. Сондай сөздер айтты ма? Бейбарыс сондай сөздер айтты ма? Рас, бірге отырдық мана сол билікке келіп алғаннан кейін сендердің бәріңді түрмеге отырғызады дейді. Берік жазған шығар, Берік отырды бастан аяқ стримде. 680 адам. Берікте запись болу керек. 680 адам көріп отты сол жерде, 680 адам. Мен сөйлетпей қойды сразу, 1-2 сөйлегеннен кейін. Оның күйеуі не жұмыс істейді ол жерде? Күйеуі стройкада істейді. Өзі не жұмыс істейді? Уборкада. Мен кіргіздім ғой, екеуінде мен кіргіздім, екеуінде мен жұмыстан шығарталым. Сен кіргіздің, бірақ ол сен специально біздің анау биліктің адамдары сен арқылы әдейі кіргізіп, дайындап жіберген агент сияқты адам ғой. Тапит еткенде қатты тапит етеді, ол анам талисман сияқты адам сияқты, талисман Дәуренді алып кетті ғой. Сол анам Берікпен саған жаманшылық жасап, екеуіңді мына нелеріңнен бір шетке шығарайын деп болып, сондай Диконың артына кетіп қалды, Берікпен айтты, бәріміз жылап отпайды, мына маңғалар қосылып алып. Иә, оның мен тыңдап шок болдым оның ана сөйлегеннен. Анау Берікті сразу 10 миллион обещать етіп жатыр. Берікке уже бір қыз тауып берді, соған үйленіп Қазақстанға кел деп жатыр. Короче, мына саясаттағыларды тапит ету үшін жіберген агент сияқты ол. Сен арқылы кіргізіп, ол сондай, иә, ол ана баяғана тақиялы періштенің шешесі бар еді ғой, сумкасын ұстап алып, қатын іздеп жүретін баласына. Осы жақта да бір өзбектерге қазақтың қыздарын қойнына салып, некелерін қидырып жүр екен. Оны да естідім. Так что, сондай мен... Бұл анау специальный кейін бірін дайындап жүрген сексот сияқты ғой. Мына Берікпен саған әдейі жіберген Бейбарыс аға, екеуіне қарсы жіберген агент сияқты, талисман сияқты. Талисман Дәуренді алып кетті ғой. Екеуіңді алып кетуі мүмкін, байқамасаң. Өте мынау психологиядан күшті қатын екен. Уайымдамаңыз, мен Дико мені алып кете алмайды. Мені саясаттан Құдай алып кетпесе, басқа осы уақытқа шейін қанша адам күрестік қой. Қазір мен наоборот, мен оны қазір депортация алып Қазақстанға жіберуге мүмкіндігім бар. Тем более бүгін жаңа Берлиндегі бір қазақ кісі бәсе, осындай бір нәрселер болып жатыр. Мен бүгін вообще эфирларға, тем более Дико мен өзінің парақшасынан блокқа тығып тастаған, оны жағын тыңдай алмаймын, көре алмаймын. Но запись экрандар келіп жатыр. Бір кісі звондады маған. Бір белсендіні отырғызған жоқ, бәрін шығарып тастады. Сендер Әблязовқа ақшаларыңды тығып атсыңдар, Әблязовтың спонсорысыңдар. Шетелдегілердің бәрін ұстап депортировать ету керек. Сендер Қазақстанға бүлік сауатсыңдар деп сендерге қарсы қатты сөйлеп жатыр ғой. Ана жанында бір 20 тетушкасы бар, видимо, учительдары да бар, соның арасында. Бір әйел плотно сөйлеп жатыр, мен 50 миллион ақшам бар, стройкам бар, менің өзім объектім бар, Берік сен стройканың бригадирі боламын. Жер алып берем, бизнес ашып берем, завод соғып берем, 10 миллион берем. Кел Берік, қыз тауып қойды, бір қыз шыға келді, мен тием деп. Короче, подстава плотный, белсенділерге сояқта жүреді бағана. Енді сон Қазақстандағы бәрін подставить етіп болды, енді Германиядағы мен Европадағы подставить еткісі келіп жатыр ма? Пусть не мечтай. Пусть не мечтай. Кірсе бастады, енді Қазақстандағы белсенділердің бәрін отырғызып бітті ғой, енді қалғандарын енді күштілердің бәрін отырғызып тастады. Енді мына шетелдегі белсенділермен плотно күресейін деп жатыр мына билік. Сондықтан сол агентті солай 3-4 ай бұрын дайындаған агент анау психологтан мықты өткен, әбден
психический психологический подкованный қатын екен, бір сөзден жаңылыспайды, бір сөзге былай любой сөзіне ответі дайын ғой. И мына жастарды шетелге тартып жатыр да, Қазақстаннан кете беріңдер, Қазақстанды ловить нечего, кредитті сендер өздерің алыңдар, өздерің жинаватсыңдар деп халықтың бәрін жамандап, 10 жылсыз түк болмайды, отырыңдар Тоқаевты тыңдап деп. Өзі енді нағып отырмапты енді Тоқаевты тыңдап. Жақсы болса. Ол, короче, 400 мың айлық Босқа алдым. кіргізген Осылай, қызды дейді. сол, короче, ол бір жыл бұрын дайындалған адам, мына шетелдегі белсенділерді, короче, ұстап беруге, или били мына неден саясаттан шығарып тастауға дайындалып жіберген адам сияқты. Енді уайымдамаңыздар. Мына 553 адам отыр ғой, иә? Айтып берейін. Диконы депорт болсын дегендер плюс қойып жіберіңдерші, көрейік қанша процент қолдайды екен. Диконы Қазақстанға депортация болсын дегендер плюс қойып жіберіңдер, жирный плюс. Кім Брайзна? Тап алса 400 мыңға жұмысына. Сендер біраз нәрсе талқылап жатсыз, сұмдық қайнап жатыр екен ғой TikTok, иә? Мен бүгін кірген жоқпын эфирларға. Анау деген бар ғой, Ленин шатыр деген. Еркек болғанда тұмсығын бұзатын адам деген. Бар ғой деймін, ақыл айтып отыр сол жерде. Білмеймін, 400 мың табатындар адам емес деп отыр ғой эфирінде, Қазақстанда. Өзі мына жақта қанша тауып жатыр екен қазір? Білмеймін, көбірек тауып жүрген шығар. Шатыр тайды Брайз. Әлі көп табуға қол жеткен жоқ. Ертең-ақ шығады ғой оның бай жұмыстан. Шынымды келтірмесін да менің. Просто қойшы деген ғой, қой қанша қаражат құрып кредит алып келді ғой осында. Жылап сықтап келді ғой деп. Өзінен көреді, маған жаңа бір қазақстандық, Берлинде тұратын қазақстандық кісі, МК-ның қолдаушысы жазды, ұрысты маған. Адамның аласы ішінде сен таңдау білмейді екесін, тани білмейді екесін деп. Енді мен шынын айтқанда кешірім сұрадым ол кісіден. Сол кісі өз сілесін қатыра, маған данныйын бер деді, адресін бер деді. Диконның орнында Германияда мен болуым керек еді негізі. Америкаға кетіп қалған ит болды ғой бір ақ ит, Атырауда, басын холодильникке қысқан. Бақытты өмір сүріп жатыр. Америкаға кетті ма ол ақ итті? Не, Атырауда бір жігіт деген ана ескі мусорда холодильникке басын қыстырып, ана Тузик па, Бобик па, бір қаңғыбас ит қой. Соны бір американка көріп, ананы жаңағы через Қазақстан арқылы иттерді ұстайтын бірдеңелер арқылы жіберіп, документ жасап, прививка жасап, самолетпен Америкаға алдырды. Анау садикке барып жүр кәдімгі, иттердің садигіне. Жүні ұлпа болып кеткен, ана чаппен елдек түсіп, витаминдері. Австралияда дейді ғой. Ит құрлы болмады десеңдер. Хаттанып оқып дейсің ғой. Дико жоба екен. Оны, достар, мен оны шынын айтайын ба? Мен енді өзім сөз бердім, арыспала қатты қысып атса, менің қолымнан келетін көмек жаңағы не дедім. Шетелге келем десең, көмек берейін, осындай жұмыс жағын тауып берем. Уайымдама деп айтты, уәде бердім. Бірақ мен ол Қазақстанда жүргенде сол уәдемнің үстінен шықтым. Тұзымды, суымды бердім, нанымды бердім, төріме жатқыздым. Өзім тыныштығым бұзылса да, әйтеуір квартираға ақша төлесеңдер, бөлісіп төлейміз, осынша ақша төлесеңдер, келісіп тұрдық. Бірақ менің үйімде тұрып жүріп, асымды ішіп жүріп, менің сыртымнан да талай тірліктерді бітіріп. Айткүл никто деді ғой, өзі айтты. Маған ешкім емес деді ғой. Ешкім емеспін, бірақ енді жай ғана менің көмегімді, сунанымды жеді ғой, жарайды, кімге бермей атқан көмек ол? Білмеймін, айткүл сөз өтпейді деді ғой маған. Өтпесе өтпей қойсын, өтпесе өтпей қойсын, далада қалған күні